Саламатсыз ба, құрметті Азамат Сагимбаевич? Біз кітапхана атынан сізден сұрақ дегеніміз, қандай кітапты оқыдыңыз, қандай кітапты жақсы көріп оқыдыңыз? Енді бала кезімізден кітапқа үйір болдық, бәріміз де өз ауылымыз солай үйір болдық. Бірімізден таласып тұрып оқитынбыз. Ең бірінші оқыған кітаптарымыз «Үш ноян» деген, «Три мушкетера», одан кейін өсе келе көшпенділерді бастадық, көшпенділер Сембелиннің. Одан кейін кішкене ес біліп неткен кезде «Қан мен тер», өзі үлкен қара кітап болатын, үлкен. Соны оқыдық. Абай жолын бала кезімізде бір оқып болдық та, мына есейген, кішкене ес білген шағымызда қайтаран Абай жолын қайтадан оқыдым, түсініп оқу үшін. Енді арасында көп кітаптар болды, «Спартак» дейді. Абай жолынан қандай қызықты жері есіңізде қалды? Енді ол бірінші әлгі Абайға жүгіріп келеді ғой, «Шоң» деген сөзді, ол қандай мағына береді деп. Сол біреуі. Ол сонда Абай сонда түсіндіреді, сонда «Шоң» деген ол үлкен, ірі деген сөзбен айтылады, негізі қырғыздан кірген сөз деп. Сол ойымдағы қойып тұр. Тағы бір сұрақ. Көкпекті ауылдық модельдік кітапханасының қорынан қандай кітаптармен толықтырылса деп ойлайсыз? Біздің енді қорымыз жақсы, өте мол, көп, но дегенмен бір сүйікті кітабымыз болады ғой, сол қандай кітаппен толықтырса? Енді кітаптар Софты Матаевтың жақсы кітаптары болса, Ілияс Сембелиннің жақсы тарих туралы кітаптары бар. Қабдеш Жұмаділовтің кітаптары бар. Өте дұрыс айтасыз. Енді Олжас Сүлейменовтің Азиясын қайталап бір оқып шықса, әркімге де бөгет жасамайды. Жақсы, рахмет. Келе жатқан мерекеңізбен. Рахмет сізге. Рахмет, өзіңізге де рахмет. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Көкпектинская сельская модельная библиотека. Мы хотим вас спросить, какая книга вас затронула? Последнюю книгу, которую я прочитала, была «Русская кухня». Пользуюсь и сейчас ей. Там много рецептов первых, вторых блюд, салатов. Может, о какой рецепте вы расскажете нам? Ну, самый простой салат. Это самое последнее блюдо, которое вот мы пробовали, семья моя вся любит. Мы туда ложим 1 огурец, 1 помидор, кукурузу, кириешки и режем сыр. Добавляем майонез. Думаю, очень вкусно. Попробуйте дома. Попробуем. Спасибо вам. Поздравляю вас с праздниками, которые идут. Желаю счастья, здоровья вашей семье. Спасибо, и вас с праздником. Саламатсыз ба? Бұл Көкпекті ауылдық модельдік кітапханасының кітапханашылары. Біз сізден сұрайын дегенбіз, көңілден шыққан бір кітап туралы, қандай кітап, соны айтып бересіз ба бізге? Саламатсыз ба? Мен көп кітаптар оқығам. Кезінде мектеп қабырғасында жүргенде, студент болған уақыттарда көп кітаптарды оқығамын. Енді ең ішінде менің есімде қалғаны Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық монсуздар» кітабы. Осы кітаптың тематикасы қандай тематикаға арналған? Махаббатқа. Өзі өмір махаббаттан тұрады ғой. Сол махаббат туралы. Кейіпкерлерін атай аласыз ба сол кітаптың? Ербол мен Ментай. Екеуінің арасындағы махаббат. Сонында жаңағы кейіпкерлер қосыла ма? Өкінішке орай қосылғанмен олардың махаббаты ұзақ болмайды. Тағы бір сұрақ. Кітапхана қорынан қандай кітаптарды көргіңіз келеді? Енді жастарды жақсылыққа баулайтын, патриотқа, елімізге сүйіспеншілік орнататын жүректеріне сондай жақсы кітаптар болса деп ойлаймын. Рахмет, біздің шарамызға қатысқаныңызға. Келе жатқан мерекеңіз құтты болсын. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Здравствуйте. Это сельская модельная библиотека. Я хотела вас спросить, какая книга вас затронула? Здравствуйте. Меня зовут Гайнулина Ольга. Вообще я очень люблю читать. Книги в свое время были большой моей страстью.
Вот самое большое впечатление оставила книга Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Мгм. Такой А, исторический роман А вы можете рассказать о главных героинь, героя. героев, да? Ну, понятно, что главным персонажем всего романа является Петр I, Мгм. его жизнь, его деяния. М, м, Очень такой яркий персонаж, князь Меньшиков, это его ближайший соратник. А, Царевна София, его сестра, а, Анна Монс, его подруга, скажем так, как сейчас Мгм. говорят. Еще один вопрос. Каких книг вы хотели бы, чтобы были в фонде библиотеки? Ну, я люблю фантастику, Мгм. про космос. Ну и также вот исторические книги. Интересный роман также Екатерина II. Мгм. И как бы хочется вот таких книг побольше, Мгм. содержательных. Спасибо. Поздравляю вас с приближающими праздниками. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Сәлеметсіз бе, Азиза? Мен Көкпекті ауылдық модельдік кітапханасының аға кітапханашысы Гүлжан апайымын. Мен сізден сұрайын дегенім, қандай кітап сізге жақсы ұнады, қандай кітап сізге ұнады, сол туралы маған кішкене айтып бересіз бе? Маған ең осы ұнайтын кітап бұл Мұхтар әуезовтің Абай жолы романы. Бұл роман бізге бала күнімізден бәрімізге таныс. Соның ішінен қандай кейіпкерлер сізге қатты ұнады? Оның ішінде маған ең ұнайтын кейіпкері жаңағы Абайдың әжесі Зере және де анасы Ұлжан. Ол сол Абайға көп тәлім тәрбие берген, сол жаңағы анасы мен әжесі. Ертегілер оқып берген бала күнде. Солардың айтқан жаңағы ертегілерімен, әңгімелерімен өскен ғой Абай. Сол бізге өзімізге де қазір мысалы балаларыма, менің мысалы өзіме өмірде көп үлгі әкелді осы. Азиза, жаңағы Абайдың өлеңдерін кешке жақын балаларыңызбен бірге қосылып оқисыз ба үйде? Иә. Иә, балаларыңызға да ұнайтын шығар, иә? Жақсы, рахмет. Келе жатқан мерекеңіз құтты болсын. Отбасыңызға бақыт, бірлік болсын. Қазақстанымыз гүлдене берсін. Сәлеметсіз бе? Бұл Көкпекті ауылдық модельдік кітапханасынан қандай кітап сіздің есіңізде қалды? Қандай кітап туралы айтып бере аласыз? Саламатсыз ба? Осы уақытқа дейін көп кітаптар оқыдым. Соның ішіндегі Бұқар жырау туралы, Абылай хан туралы кітаптар бар. Барлығы да көңілден шығады. Кейінгі оқыған 2 кітабым осы ұнады, көңілден шықты. Дулат Исабековтың Гауһар тас кітабы мен Сайын Мұратбековтың Жабайы алмасы. Осы кітаптардың кейіпкерлері туралы айтып бере аласыз ба? Дулат Исабековтың басты кейіпкер Гауһар тас. Гауһар деген жайлы жаңағы Гауһар тас деп айтылғаны, жаңағы Гауһар тас деген әнді айтады, шырқайды. Қыз бала. Сол қыз баланың өмірі жайлы барды осы барыңды осы тірісінде, адамды тірісінде бағалауды үйрететін кітап деп білемін. Жабайы алма ол соғыс романы жайлы. Соғыста осы соғыстың басындағы қиындық емес, осы жаңағы ер азаматтар кеткен ауылдардағы қиындық жайлы жазылған өте әсерлі кітап. Кітапхана қорынан қандай кітаптарды көргіңіз келеді? Қазіргі жас ақындардың кітаптарын көбіне осы қазір көп қой, жазушылар, ақындар, жас толқын. Солардың кітаптары келсе екен, жас ақындардың, жазушылардың кітаптары қазір андай айтады ғой қазақта, өлмей тұрып қадірсіз болып өлгеннен кейін қадірлейтін заман емес. Жаңағы қазір жас болса да осы жастардың кітаптарын оқып, соларды қазір тірісінде қадірлеп, соларды тірісінде осы кітаптарын оқып таныссақ деймін. Сізге рахмет. Келе жатқан мерекелер құтты болсын.
деніңізге саулық, кітапханада келіп кітап оқуыңызға сұраймыз. Рахмет көп сізді де мерекеңізбен келе жатқан баршаларыңызды мереке құтты болсын келе жатқан. Рахмет.